асың барда ел танып беріп жүр, атың барда жер танып желіп жүріп деген. Біріңіз міне ас беріп ел танып, біріңіз ат мініп жер танып жатсыздар. Осы шырайлы Шымқалаға қош келдіңіздер деп қойды. Мына Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының өзі айтқан ғой, адамға өмір бір келеді, оны Шымкентте өмір сүру керек деп. Сондықтан мына Шымкентте сүрмесеңіздер де осы бір Шымкентпен құда болып жатқан құрметті құда-құдайлар, құда болғандарыңыз құтты болсын деп қояйындар. Енді жеті атасын білмеген тіліменен жағын жер. Жеті атасын білгендер жеті жұрттың қамын жерді. Міне жеті жұрттың, осы бір нағаш жұрттың, өз жұртының жан-жағын бәрін қамын жеп, осылай түбегейлі жеті атасын жетегіне жеткізіп таныстырып берген құда сізге мың рахмет. Қой көріңіз.